Қайырлы күн, құрметті оқырман. 18 наурыз ұлттық киім күні. Қазақ халқының ұлттық киімдері еліміздің мәдениетінен, шежіресінен сыр шертетін ерекшелігіміз болып табылады. Әрбір киім үлгісінде ата-бабаларымыздың салт дәстүрі мен шеберлігі жасырылған. Кез келген ою-өрнек терең мағынаға ие. Ұлттық киімдерімізді насихаттау өткенге деген құрмет пен болашаққа қарыштай басқан қадамдарымыз болып табылады. Олай болса, ұлттық киім ұлт мақтанышы атты кітап көрмесімен бірге таныс болайық. 2007 жылы жарық көрген қазақ халқының ұлттық киімдері атты 3 тілде жазылған кітаптың ішінде ұлттық киімдеріміз жүйеленіп берілген. Сәукеле – қазақтың дәстүрлі үйлену тойында ұзатылатын қыз киетін бас киім. Ол қыздың жаңа өмірге қадам басқанын, отбасындағы мәртебесін көрсетеді. Сәукеле тек әсемдік үшін емес, қыздың ар-намысы мен отбасылық құндылықтарын бейнелейтін ерекше киім. Кимешек – қазақ әйелдерінің бас киімі. Ол әсіресе жасы үлкен, балалы болған әйелдерге арналған. Кимешек ананың ақылдылығы мен ар-намысының отбасындағы беделінің белгісі. Тақия – қазақ қыздарының ең сүйікті бас киімдерінің бірі. Ол қыз баланың сұлулығы мен жастық шағының символы болған. Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі атты ғылыми каталогтың ішінде 18-20 ғасыр аралығындағы ұлттық киімдеріміз топтастырылған. Камзол – әйелдер ұлттық киімінің бір түрі. Оны көйлек сыртынан киеді. Камзолды кей жерлерде жеңсіз бешпент немесе кәзекей деп те атайды. Мемлекет қайраткері, этнограф, тарихшы Өзбекәлі Жәнібековтің «Қазақ киімі» атты кітап альбомында ерлердің ұлттық киімдері берілген. Тақия – ерлердің жеңіл бас киімі. Тақияның түрлері көп: биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ерлер киетін тақияда теңге, моншақ болмайды. Шапан – қазақтың ежелгі әрі кәделі киімі. Оны қалың матадан арасына жүн, мақта салып, астарлап тігеді. Түйме орнына асыл тастар орнатылған күміс қапсырма тағады. Қазақ халқының арасында сыйлы адамдарға сыйлық ретінде шапан кигізу дәстүрі кең тараған. Ұлттық құндылығымызды дәріптеу әрқайсымыздың парызымыз. Назарларыңызға рахмет.